сәлеметсіздер ме? Сіздермен Талғат Томирис. Әрине, Алматы өте әдемі, әсем қала, бірақ та автокөліктің көпшілігі, тестердің экологиялық нормаға сай болмауы және де адамдардың оқтарды әрбір жерге тастауынан байланысты экологиялық мәселе туып тұр. Алматыда 2025 жылға қарай қоқысты жеке жинау және қайта өңдеу жоспарлануда. Қараңыздаршы, мынаны қайта өңдеуге болады ғой. Мынандай пластикалық бутылкалар 450 жылдан астам ыдырайды. Олар аяғына дейін ыдырамай микропластик болып қалады. Сол микропластик жерден және суларды ластайды. Адамдардың басына мәселе қоймайынша олар оны сезбейді. Ең көп таралған пэт бір пластикалық бутылкалар қайта өңдеуге тапсыруға болады. Бұл ыдыстарды да жинап тапсырамын, бірақ та қабылдайтын орталықтар аз. Өңдеуге келмейтін қоқыстар да бар. Оларды саналы түрде сатып алмауға тырысайық. Алматы қаласында 540 мыңнан астам көлік саны тіркелсе, күніне қосымша 200 мыңнан астам көлік кіреді. Атмосфераға көліктен бөлінген газдардың құрамында 25-27% қорғасын болатыны анықталған. Атмосфералық ауаның ластануы автокөліктің техникалық жағдайына тікелей байланысты. Қала магистральдары бойында жүргізілген тексерулер бойынша автокөліктің 80%-ында түтіндерінде зиянды заттар нормативтен 3-4 есе жоғары болған. Алматы қаласында 50% ескірген көліктер. Қаламыздың орналасқан жері ойыз, таулармен шектеулі, сондықтан ауа циркуляциясы нашар, жел жоқ. Көктүтін қаламыздың төменгі жағында әсіресе тестердің қасында жиналып, демалуға зиян қоспарлар атмосферада көбейе түседі. Тез жылу станцияларын Еуропа стандарттарына жеткізсек, барлығын газға ауыстырып, тазалау системаларын жаңартсақ, қаламыздың өкпесі кеңейіп, ауамыз тазаланар еді. Қаламызда көгалдандыру жұмыстары да жүргізіліп жатыр. Қазір ағамыздан сұхбат алайық. Қаланы көгалдандыру жұмысының аясында міне қазір Наурызбай ауданының бір бөлігіне біз ағаштар отырғызып жатырмыз. Ясин, береза, сондай түрлі ағаштарды отырғызып жатырмыз. Олар көгалдандырып, ауаны экологияны тазартуға үлкен үлесін қосады. Біздің қаламыз, біздің ортақ үйіміз, әрбір адам жеке жауапкершілігін алған кезде ғана болашағымыз жарқын да таза болады.